жеңнің ликаласын сызуды бастаймыз. Жеңнің ликаласын сызу үшін біз нүктеден, бастапқы нүктеден төменге қарай 14 см түсеміз. Осы жерге ширина рукава плюс 2 см. Так, мен сонда 18-ді белгілеймін. Осылай бастапқы нүктеге осылай сызып аламыз. Енді мына тұсты 4-ке бөліп аламыз. Бірінші дәл ортасын табамыз. Одан кейін бұлай. Осылай бөліп аламыз. Енді мына нүктеден жоғары қарай 2 см көтерілеміз. Ал мына нүктеден төменге қарай 1 см түсеміз. Мына жақтан бастапқы нүктеден 2 см береміз осылай. Енді мынаны былай қосамыз осылай. Дөңгелек қылдырып қосамыз. Мына жақ 4 бұрышты или 3 бұрышты ондай болмау керек. Мына жақты мына жақмен қосамыз. Ең бірінші былай линейкамен сызып аламыз. Одан кейін мына жақты кішкене дөңгелек қылдырамыз. Былай дөңгелек қылдырып, мына жаққа алып келеміз. Енді бізге низ рукава керек болады. Низ рукаваны табу үшін бірінші қанша ұзындық керек, бізге соны тауып аламыз. Міне маған 21. Осы жерге низ рукаваны саламыз қазір. Низ рукава менде 11. Осыны салдым. Енді қосып сызамыз осылай. Тігіске 1 см ғана береміз. Шетінен ғана 1 см береміз. Тігіске 1 см бердік. Мына жақтан ешқандай тігіске алмаймыз. Тек шетінен ғана. Міне мен жеңнің ликаласын қиып алдым. Енді бізде алдыңғы жағымыз кішкене ойыңқы болып келеді ғой. Сол үшін мынау бізде алды болып есептелсе 1 см белгілейміз мына жерден. Мына жақтан да 1 см. Мына алдыңғы жақты қазір осыны қиып алып тастаймыз. Міне. Ойық жағы бізде міне қатты ойылып тұрған жоқ, бұл бізде алды болып есептеледі.